тауықтың төс еті пышақпен уақтап тураймын. Туралған котлетімізге творогымызды саламыз. Шуамызды турап аламыз. Енді осы ұсақтап туралған жуамызды тауығымыз бен сүзбемізге саламыз. Менің көкшөгім балғын күйінде мұздатылған. Көкшөгімді салам. Балғын көкшөкті қолдана берсеңіздер болады. Бір жұмыртқа, қара бұрышымызды себеміз. Қалауымызша тұзымызды саламыз. Куркума. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Котлеттерімізді жасаймыз енді. Өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар болады. Котлетімізді жасадық. Енді кептірілген нан ұнтағына осылай былғап аламыз. Міне енді жасадым котлетімізді. Енді қуырамын майға. Табамызды қойып, отын қыздырып, сары майымызды құямыз. Тортасынан айырылған сары майымызды құямыз. Шемешкі майға да пісірсе берсе де болады. Котлеттерімізді жайлап қуырамыз. Өсімдік майына да қуыра беруге болады. Мінекей осылай қуырып аламыз. Екі жағын аударып. Екінші жағы қуырылғаннан кейін бетін жапқан отта пісіреміз. Енді астын жауып, бетін жауып, 15 минуттай осылай пісіріп аламыз. Жай отта жауып, осылай пісіріп аламыз. Осылай духовкаға пісіріп алдым. Духовкада піскен котлеттің сыртын осылай сармаймен майлап алдым. Қайтадан духовкаға қойып алуға да болады, немесе осылай сыртына май жағып бере берсе де болады. Қызуына қойып кішкене қыздырып алуға болады, бірақ та мен қыздырған жоқпын. Өздеріңіз қалауларыңызға байланысты. Мінекей котлетіміз дайын. Ортасын бөліп көрсетейін. Ортасы мынандай болып піседі. Мынау духовкада піскен котлет. Мынау қуырылып пісірілген котлет. Осындай нәзік, еті ішінде
қолдан туралғандықтан осындай болып күшінде білініп тұрады. Ал енді мен салатымды жасап көрсетемін сіздерге. Салатқа осылай жуамызды тураймыз. Жуамызды ыдысымызға саламыз. Қалауымызша тұзымызды саламыз. Сумак саламыз. Енді жуамызды аздап тұз салып, сумақты салып, езіп аламыз кішкене, соғын шығарып, жұмсартып дегендей. Тұз салғаннан кейін жуамыз, сөлін беріп жұмсарады. Bir limonumuzu тураймыз. Қалап тураймыз. Менде қатырылған кинза. Мұздатылып қатырылған кинза. Қосып жатырмын. Сіздер балғын кинзаны қоссаңыздар да болады. Және секеріміз саламыз. Секерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Şimdi salatımızı ыдысымызға саламыз. Мінекей, енді салатымыз дайын. Мінекей, осылай ұсынса болады. Мінекей, әдемі салатымыз. Мінекей, котлетіміз. Котлет пен салаттың рецептісі.